Мен бірнеше күн бойы мен шексіз байлықтың иесімін аффирмациясын қайталап жүрдім. Бірнеше күннен кейін менде бір түрлі ішкі қарсылық пайда болды. Мен өзімнің сезіміме мұқият қарап, ақша тарту үшін наразылық бар екенін түсіндім. Мен шексіз байлықтың иесімін деген аффирмацияны тыңдай отырып, мен байып кетсем, бұл өте жақсы емес, дәлірек айтсақ, дұрыс емес деп ойладым. Мұншалықты көп ақшаны қалай игеремін? Және менде нақты жоспар болмады. Мен бұл қалайша деп ойладым. Сондай-ақ аффирмацияның орындалуына сенбедім. Сенімсіздік болған жерде шектеу бағдарламалары бар екені белгілі. Нәтижесінде мұндай бағдарламалар оңтайлы оқиғаларды қайтаратын тітіркендіруші дірілдерді тудырады. Сондай-ақ байлықтың өркендеуіне ықпал ететін ойлар мұндай санаға түсе алмайды. Және бұл өте маңызды фактор. Сіз армандарыңызды жазып, өзіңізді молшылыққа, байлыққа дайындағанда айтылған аффирмациялар өз жолын табады. Байлық үшін бұл растауды қайталап айтып үйреніңіз. Олар біздің сенім, нанымдарымыздың бір бөлігіне айналуы үшін бірнеше минут бойы қайталайтын боламыз. Байлық үшін растауды бастаймыз. Әр алған деміңіздің күші бар екенін, құдіреті мықты екенін сезініңіз. Жаттығу кезінде тыныш және еркін тыныс алыңыз. Әрбір деміңіз сізді жаратушының құдіретті күшіменен толтыратынын сезініңіз. Сіз бәрін жасай алатын құдіретті күшке иесіз. Терең мұрынмен демалып, ауызбен шығарамыз. Терең демаламыз, тағы да ауызбен шығарамыз. Бастаймыз. Мен бай болуды таңдаймын. Бай болу дұрыс. Бай болу жақсы. Бай болу жаратушының сыйын қабылдау дегенді білдіреді. Мен жаратушының сыйын қабылдаймын. Мен байлықты қабылдаймын. Мен байлықты таңдаймын. Мен молшылықты қабылдаймын. Мен шексіз молшылықтың иесімін. Мен бай болуды таңдаймын. Менің күннен күнге ырысым артып, не себеп көбейіп жатыр. Бар болу, бай болу. Мен бармын. Мен баймын. Менің дәулетім шексіз толығуда. Шексіз молшылық арнасынан тасып, маған ағылып жатыр. Мен бай болуды таңдаймын. Мен шексіз байлықтың иесімін. Менің бай болуым жаратушымның батасының қабыл болуынан. Байлықтың нұры жауып, менің дәулетім тасып жатыр. Мен бай болуды таңдаймын. Мен бай болуды таңдаймын. Мен байлықты қабылдаймын. Мен шексіз байлықтың иесімін. Мен бай болуды таңдаймын. Шексіз байлықтың иесімін. Менің бай болуым жаратушымның батасының қабыл болуынан. Байлықтың нұры жауып, менің
дәулетім тасып жатыр. Мен бай болуды таңдаймын. Енді мен сізге байлық үшін осы аффирмацияны қайталап жаттығуды ұсынамын. Бірнеше минут бойы осы сөздерді қайталаймыз. Сонда олар біздің сеніміміздің бір бөлігі болады. Сананы бағдарламалау және түп сананың жаңа нейрондық байланыстарын жасау біраз уақыт күш салып қайталауды қажет етеді. Кейбір адамдар мұны тез жасайды, ал басқалары олардың санасында жаңа нанымдар орнығуы үшін кем дегенде 3 ай жаттығады. Байлық тәжірибесіне оралу үшін арнаға жазылыңыз. Басқа пайдалы аффирмацияларымызды қараңыздар. Сізге сәттілік пен өркендеуді тілеймін. Рахмет.